Бұл ролик 16 жасқа толмаған балалар мен жүйкесі жұқа адамдарға көруге тыйым салынады. 2008 жылы Ярослав облысында болған 4 жасөспірімдік рәсімдік өлтірілуі тек Ярославты ғана емес, бүкіл Ресейде дүр сілкіндірді. Қылмыстан кейін жасөспірімдердің қалдықтары жер астында бір жарымай жатты. Тек 2008 жылдың 12 тамызында бөлшектелген денелер табылды. Кейбір мәліметтерді естіп шошып қалуыңыз мүмкін, сондықтан жүрегіңіз әлсіз болса көруге кеңес бермеймін. Алайда сонда да көрем десеңіз, барлығы қалай болды және қазір ашулы іске қатысы барлар қалай өмір сүріп жатыр, дәл қазір айтып беретін боламын. Сатанистер сектасы 2006 жылы Ярославта құрылды. Оның негізін қалаған 15 жастағы Константин Қасқыр Баранов болды. Кейінірек сектаның қатарына 2 жасөспірім Николай Граф, Уля Чесников қосылды. Бір жылдың ішінде сектаның барлық мүшелері Антон Доктор Маковкин, Сергей Дистер Скопенков және Александр Гитлер Воронов қаншер рәсімдері жасай бастады. Олар құрбандары ретінде өлтірілген иттер мен мысықтарды қолданды, ал жаңа мүшелерді жануарлардың қаны арқылы сектаның қатарына қосатын. Сектаның мүшелері кездесулер мен рәсімдерді өткізу үшін Ярославтың Қызыл көл ауданындағы шағын зираттардың жанындағы далада жиналатын. Онда олар төңкерілген кресло орнатып, жануарлардың денесін байлап, от жағып, жиіркенішті рәсімдер өткізілетін. 2008 жылы секта кеңейе түсті. Ал оның көшбасшысы Константин Қасқыр Баранов жас қыз Ксения Ковалеваға ғашық болып қалды. Болашақ кісі өлтірушілердің бір-біріне хат арқылы сезімдері күшейді. Кейінірек тергеу бұл хаттарды айғақ ретінде пайдаланды. Баранов пен Ковалева бір-бірін қатты жақсы көргені анық еді. Ал тергеушілердің болжамы бойынша Баранов қыз үшін адам өлтіруге баруы мүмкін еді. Бірақ хаттарда бұл жайлы айтылмаған. Тек бір-біріне еркелеп сезімдерін білдірген хаттар болды, деді билік жағынан айыптаушы Елена Смирнова. Ковалеваны алғаш рет сатанистер адам қанымен рәсімге қатыстырды. Сол кезде ол өзін Кара деп атады. Ковалеваның алғашқы құрбандары Оля Пухова және Аня Горохова болды. Қыздар Алексей Уля Чесниковпен оқу орнында танысқан. Олар бір топта оқымаса да жақын араласа бастады. Кейінірек Оля мен Аня Андрей Доктор Гок Маковкинмен танысып, Аня оған ғашық болып қалған. Тергеу кезінде Маковкин өлтіруге дейінгі бірнеше аптада Анямен сүйіскендерін айтып берді. 2008 жылдың 28 маусымында сектаның мүшелері Николай Граф Голововтың пәтерлерінде жиналды. Сол кеште сатанистерге Оля мен Аня қосылды. Олар өздерін готтар субкультурасына жатқызғанымен қатыгездік пен сатанизмге қатысы болмаған. Кеш барысында құрбандары жеткілікті түрде мас болған кезде оларды ритуалды алаңға апарды. Сатанистер пентаграмма түрінде тізіліп, оның ортасында от жақты. Белгі бойынша олар құрбандарға шабуыл жасап, оларды қанжарларымен түйреп өлтірді. Кейін Антон Дәргел Маковкин мачете көмегімен денелерінің басын кесіп тастады. Ал кісі өлтірушілер бастарымен фотоға түсті. Кейін мәйіттер бөлшектеніп, дененің кейбір бөліктері мен мүшелері кесіліп алынды. Сот құжаттары бойынша сектанттар кеудені кесіп, жүрек пен тілді алып, оларды қуырып жеген. Қыздардың денелері ритуалды алаңға жақын жердегі бірнеше шұңқырда жерленді. Одан кейін сатанистер Голобовтың пәтеріне оралған. 29 маусымда Ярославқа Андрей Соболев келді. Ол да Карамен бірге сектаның ықтимал мүшесі болатын. Жаңа ритуалға Андрей Саракин мен Варя Кузьминина таңдалды. Олар да өлтірушілермен таныс болатын. Саракин сатанистермен бұрыннан таныс болса да, сектаның мүшесі болудан бас тартқан. Варя Андреймен жаңа танысып, оның пәтеріне келді. Кейін екеуі бос жерге барды. Ритуал кезінде Варя өзін жайсыз сезініп кеткісі келді. Ковалева арнайы оның назарын аударды. Содан соң сатанистер оған және Андрейге пышақпен шабуыл жасады. Андрей қарсыласуға тырысты. Бірақ олардың үстемдігі басым болды. Екеуі де басынан айырылып, кейін денелері бөлшектелді. Сектада әрбір сектантқа өз рөлі тапсырылған еді. Ковалькова жазбалар жүргізіп, өлгендердің терісінен жасалған өлілер кітабын ұстады. Ал Голобов бірінші болып құрбандарға шабуыл жасап, тамағын кесетін. Маковкин ұйымдастырушы ретінде ритуалды алаңды пентаграмма түрінде жасауға жауапты болды. Андрей мен Варяның қалдықтары да шұңқырға көмілді, ал олардың киімдері ритуалды отта өртелді. Құрбандардың аналары соңына дейін олардың рок-фестиваль, Нашествие фестиваліне барды және сол жақта қалды деп ойлады. Рок-фестиваль аяқталып, балалары оралмаған соң, оларға бірдеңе болғаны түсінікті болды. Шілде айының басына жоғалғандардың туыстары милицияға арыз жазды. Оперативті топ күдіктілердің ізін тез тапты. Чесников, Голобов, Баранов, Ковалева және Маковкин. Олар алдымен бастапқыда бір-бірімен таныстығын жоққа шығарды. Телефондардан номерлерін өшіріп тастады. Бірақ тергеуді шатастыру үшін жиі байланысып отырды. Және сөздерді керісінше жазып бір-бірімен сөйлесті. Тергеу кезінде Баранов бірінші болып бәрін айтып берді. Және олар денелерді жасырған жерді көрсетті. Сонан қолға түскендердің қалғандары да
өз қылмыстарын мойындады. Бұл уақытта Маковкин ғана қолға түспеген еді. Бірақ достары оны да сатып беріп, сырт келбетін айтып берді. Тергеушілер Рыбинский оны іздеп келіп, оларға есікті қарапайым жас жігіт асқан секілді болып көрінді. Бірақ кейін оның кісі өлтірушілердің ұйымдастырушысы болғаны белгілі болды. Басына тергеушілер қателестік деп ойлады, себебі жігіт қу болатын және артынан келетінін жақсы білген. Сол себепті ол түрменің орнына психиатриялық ауруханаға жатуды жөн көрді. Ол көшеге шығып өтіп бара жатқан жедел жәрдем көлігін көріп, шизофрения ауруының белгілерін көрсетті. Оны алып кетті, диагноз қойылды. Бірақ соңынан оны іздеп келген тергеушілердің ойынша, ол жалған әрекет жасаған. Тергеушілер Маковкинді ауруханадан шығару үшін барды. Жігіт өзін шынымен ақыл-есі дұрыс емес адам секілді ұстағандықтан, дәрігерлері алғашында оны бергісі келмеді. Дегенмен тергеушілер оны қоя да қоймай тергеуге алып кетті. Тергеушілер бұл сәтті былай сипаттайды. Ол бізбен көлікте келе жатты. Артымда шайтан тұр. Ол бәрінен кек алады. Міне, шайтан маған қолын созып тұр деп айтты, деседі. Ол бастапқыда шизофрениямен ауру адамның рөлін жақсы ойнады. Бірақ тергеу бөліміне жеткен соң оның пайдасы жоқ екенін түсініп, қайтадан қалыпты күйіне түсті. Полицияның айтуынша, онымен жұмыс істеу оңай болмады. Тергеушілер жасөспірімдерден ақпарат алу үшін олармен бірдей түрде сөйлеуге, тіпті дос болуға да тырысты. Олардың тілімен сөйлесу үшін сатанизмді зерттеп, арнайы әдебиеттер оқыды. Тергеу бірнеше жылға созылды, өйткені жасөспірімдердің денесі қатты бөлінгендіктен көптеген сараптамалар қажет болды. Сараптамасыз қай дене бөлігі, қай жасөспірімге тиесілі екенін анықтау мүмкін болмады. Тергеу қатты созылып кеткендіктен марқұмның туыстары мәйіттерді жерлеуге ала алмады. Сот ісі басталғанда қылмыстық іс материалдары 35 томнан асты. Бірінші отырыс 2010 жылдың 24 ақпанында Ярослав облыстық сотында жабық форматта өтті. Ал соңғы отырыс 2012 жылдың 26 шілдесінде сол Ярослав сотында өтті. Сол күні сатанистер сот залына басын тік көтеріп кірді. Олар өздерінің менмендігін көрсетті. Жүздерінен тіттейде болсын өкініштің белгісі көрінбеді. Андрей Маковкин сотқа жалаңаш денемен, макияж және шаш үлгісімен келді. Ол тілшілерге арнайы суретке түсіп, бір сәтте тіпті журналистің микрофонын тартып алды. Судья айыпталушылардан өкінбеу туралы сұрағанда бәрі үнсіз қалды. Тек қана Маковкин мысқылмен «Жоқ» деп жауап берді. Барлық сексанттардың ішінде тек Сергей Дистрий Карпенко үкім бойы бет-жүзін жасырып тұрды. Жәбірленуші тарап сот кезінде шок күйінде болды. Құрбандардың ата-аналары әсіресе мәйіттердің сараптамасы туралы айтылған кезде қатты күйзеліске түсті. Олардың дене бөліктері қай жерде болғаны, не пісіріліп, не жегендері, денелерді қалай бөлшектегендері айтылды. Қылмыстың ізін жасыру мақсатында серіктестер денені шешіндіріп, бастарын, қол-аяқтарын бөліп, бөлшектерін өртеп жіберген. Келесі күні Рыбинскіден шыққан жасөспірім сексанттарды қабылдау рәсімінде жасөспірім мен оның құрбысы да дәл осылай өлтірілді. Сот материалдарында бұл туралы айтылған. 2010 жылдың 26 шілдесінде Ярослав облыстық сотының үкімімен кәмелетке толған Николай Голубля өлгендердің жерлеу орындарын қорлау әрекеттері, алдын ала келісім бойынша кісі өлтіру және мәйіттерді қорлау қылмыстары үшін 20 жылға қатаң режимдегі колония. Сектаның негізін қалаушы Константин Баранов кінәлі деп танылып, 10 жылға жалпы режимдегі колонияға сотталды. Александр Вороновқа да 10 жыл берілді. Ал Алексей Соболев пен Александр Чесноков жалпы режимдегі колонияға 9 жылға кесілді. Ксения Ковалева 8 жылға сотталды. Сергей Карпенко кісі өлтіруге тікелей қатыспаған деп танылып, 2 жылға қоныс колониясына жіберілді. Ал Маковкин есі дұрыс емес деп танылып, оны мәжбүрлі түрде емдеуге жіберді. Сатанистердің басқа құрбандары да бар еді. Мысалы, олардың келесі құрбандары тағы бір қыз болуы мүмкін еді. Бірақ ол олардан қашып үлгерген. Олар оның қолын кесіп, қанын ішкеннен кейін босатып жіберіпті-міс. Келесі құрбан Мария Масакова болуы мүмкін еді. Ол Андреймен кездесті. Ал Андрей сатанизм тақырыбына қызығушылық танытты. Бірақ ол бұл іспен айналысқысы келмеді. Тек жасөспірімдік қызығушылық болды. Бұл оқиғаның соңғы бөлімі психологиялық тұрғыдан өте ауыр жағдайды бейнелейді. Андреймен бұрын кездескен Марияның естеліктеріне сүйенсек, ол өз өмірін қарым-қатынасты тоқтатқан соң сақтап қалғанына сенімді. Кездесіп жүрген кездерінде Андрей оған гипстен жасалған ит бейнесін сыйлап, оны бірге сындыруын сұраған. Бұл олардың байланысын білдіретінін айтып, өзінің жақын арада өлетінін сезетінін айтқан. Қатыгез кісі өлтіру оқиғасынан кейін 10 жыл өткен соң, қылмысқа қатысушылардың көбі бостандыққа шықты. Түрмеде тек граф қалды. Барлығынан бірінші Ксения Ковалева. Оның адвокаттары сот процесі кезінде ақ қыздың ауыр онкологиялық аурумен ауыратынын айтқан. Соның салдарынан оның жазасы жеңілденіп, ол ерте босатылды. Басқа қатысушылардың бірі Александр Соловьев
2017 жылы түрмеден шықты. Ал оның сүйіктісі тілшілерге берген сұхбатында жігітінің қылмысқа қатысы барына сенбейтінін айтқан. Соңынан екеуі басқа қалаға көшуді жоспарлап көшіп кетті. Сондай-ақ Константин Баранов және Александр Воронов та босап шықты. Маковкин жазадан қашып, психиатриялық емдеу мекемесінде болды. 2011 жылы бостандыққа шықты. Ал Сергей Карпенко жазасын алған соң антикварлық шеберханада жұмыс істей бастады. Бұл оқиға қылмыстың салдары мен жазалау жүйесінің адам тағдырын қалай өзгертетініне бір мысал. Әлеуметтік желідегі мәліметтерге қарағанда Алексей Дарк Соболевтың қызы өсіп келеді. Ол өзінің сүйіктісімен бірге тұрып жатыр. Олардың ВКонтакте парақшасына сәйкес, олар Санкт-Петербургке көшіп кеткен. Ал Александр Мертвый Чесников Ярославта өмір сүреді және Соболевпен байланысын үзбеген көрінеді. Екеуі де іс бойынша түсініктеме беруден бас тартқан. Соболевтің танысы олардың тергеу кезінде қатты қысым көргендерін айтқан. Константин Баранов жайлы ақпарат аз. Бірақ Ярослав облысының мәліметінше ол бостандыққа шыққан. Ал Александр Вороновтың әлеуметтік желідегі парақшасына қарасақ, ол қызбен бақытты өмір сүруде. Николай Граф жақындарын өте сирек көреді. Бірақ ол Ярославқа ашық хаттар жіберіп тұрады екен. Жақында анасының туған күніне салынған ашық хаттар жіберіп, «Мама, мен сені жақсы көремін. Менде бәрі жақсы» деп жазған. Оның адвокаты Сергей Федоровтың айтуынша, Николай онымен соңғы рет шамамен 2 жыл бұрын байланысқа шыққан. Ксения Ковалева түрмеден шыққан соң көпшілік назарынан таса болды. Кейбіреулер оның бостандыққа шыққаннан кейін қайтыс болғанын айтса да, оның әлеуметтік желідегі парақшасы белсенді. Онда Ксения Ярославтағы бір университетте оқып жүргенін көрсеткен. Әрі бұрынғы қылмысы жайлы ешқандай деректер жоқ. Ал Маковкин болса психиатриялық емдеу мекемесіне шыққаннан кейін әлеуметтік желілерден жоғалып кетті. Мемлекеттік айыптаушы Елена Смирнованың айтуынша, ол мемлекеттік сарапшыларды алдап, шизофренияны симуляциялағанына сенімді. Әсіресе сектаға кірмей тұрып та, Маковкиннің осыған ұқсас әрекеттер жасайтыны белгілі болды. Ол әскерге барудан жалтаруға тырысты. Психикалық ауытқулары бар адамдары әскерге бармайтынын білгенде, ол бірден өз-өзіне қол жұмсауға әрекет жасады. Тергеу барысында өзін салмақты ұстап, бәрін саналы түрде істеп жүргенде әсер қалдырды. Маковкиннің анасы болса, ұлын кешіруді сұраған жоқ. Қайтыс болған Аня Горохованың анасы Елена сол сәтте еске алып, әйел қылмыскерлер мен олардың ата-анасын ешқашан кешіре алмайтынын айтқан. Және әрдайым қызының моласының басына барған кезде оны құтқарып қала алмайтынына өкініп өзін кінәлайтын. Бұрын өлтірілген жасөспірімдердің ата-анасы бір-бірімен араласатын. Бірақ уақыт өте келе олардың әрқайсысы өз қайғысымен жеке қалды. Осылайша бүгінгі оқиға аяқталды. Өмірде ақымақтық жасамауға кеңес беремін. Егер өзіңіз өміріңізді игере алмай жатсаңыз, жақындарыңыздан көмек сұраңыз.